Сәлем, бұл Лиса, және елден кез келген сұрақ. Сіздерге отқамай қияйын ба? Сахнадағы әртіс Лиса мен сахна сыртындағы Лалисаның үлкен айырмашылығы қандай? Сахнада барлығы керемет болуы керек. Бұл көрсетілім жасайтын Лиса. Мен барлығының көңіл көтеріп, билеп жатқандарына куә болуым керек. Тіпті кей кездері қолмен нұсқап, кәнекей тұрып билеңдер деп нұсқап қоямын. Сахнадан тыс Лиса жайбарақат. Үйден Netflix көріп, ит мысығымды құшақтап жатамын. Үстімде мысығым парылдап жатса, мен үшін ең кереметі сол. Иә, керемет сезім. Көрсетілім алдындағы жасайтын рәсімдерің қандай? Кішігірім стретчинг, дұға және ұйықтаймын. Иә. Blackpink бикештермен ең есте қалған тәжірибе қандай? Алдыңғы жылы өткен тур. Мен шопинг жасағанды және жақсы тағамды ұнатамын. Сол үшінде оларды жүр бірге шығып келейікші деп өтініп жүремін. Біз көп саяхаттап, бірге сапалы уақыт өткіземіз. Қуанышпен қатар мұңды кешкен кездеріміз де аз емес, және сол сәттерді бағалаймын. Blackpink қыздарының ішінен ең жақсы кеңесші кім? Бұл қиын сұрақ. Менің ойымша, әрқайсысы. Олар әртүрлі ғой. Бірақ барлығы жақсы тыңдай алады, соның арқасында үзді кеңес бере алады. Ал сен жақсы кеңесшісің бе? Мен олай ойламаймын. Барлық туындыларыңды қоса алғанда, қайсысының хореографиясын үйрену қиын болды? Бірінші күні мен үшін барлығы қиын. Бірақ ең қиыны Rockstar бейне түсірілімнің хореографиясы болды. Мен оны шаш үлгімді жасар алдында үйреніп алдым. Бір күн емес, тіпті 1 сағат ішінде болу керек. Кейін шаш үлгімді түзеп, бейне түсірілімді бастадық. Иә, солай. Ақ лотос түсірілімінен алған ең сүйікті тәжірибең қандай? Мен бұны жақсы көремін. Түсірілім әртістермен араласқан деп ойлаймын. Олар ғажап жандар. Ең кереметі әр аста тайдың ұлттық тағамдарына қол жетімділік деп ойлаймын. Ең бағаланбай қалған тай тағамы қандай? Олар көп. Кумуянг, күріш қосылған грилде пісірілген шошқа еті және ерекше соусы бар. Дәмі тіл үйреді. Қандай тай тағамын жақсы әзірлейсің? Мен тамақ пісірмеймін, бірақ тай стиліндегі омлетті жасай аламын. Білесіздер ме, кішкене аш-шаян және шошқа еті, әлбетте соус. Иә, және бұл өте жақсы шығады. Кішкентай кезіңнен бастап шабыт берген әртіс кім? Әлбетте бұл Риана. Оның әні, стилі, харизмасы, барлығы керемет, өте ұнайды. Арманыңдағы бірге жұмыс істегің келетін әртіс кім? Central C. Оны жақсы көремін, стилі ұнайды, өте ерекше. Соңғы кездегі қайталап тыңдай беретін ән. The Boy Is Mine деген Ариана Гранденің әні. Қандай сұлулық өнімінсіз өмір сүре алмайсың? Ерін бальзамы. Онсыз өмір сүру қиын. Шашым осылай жабысып қалатынын ұнатпаймын. Сол үшін ерін бальзамы. Үзбей көрген соңғы бағдарламаңыз қандай? Айдахар үйі 1 сезон. Қандай топты қолдаймын? Білмеймін. Бүгін менімен және елмен бірге уақыт өткізгеніңіз үшін рахмет. Менің елмен жасалған қыркүйек шығарылымын қарауға ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.